Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін сіздерге мрамор техникасының бірінші әдісін көрсететін боламын. Бізге осындай молд қажет болады, және де скотчпен жақсылап молдтарыңызды тазалап алатын боласыздар. Және де осындай колер қажет болады. Таяқша, стакан және де бізге весы қажет болады. Весімізді қосып аламыз да бізге қажетті граммды өлшеп, гипсімізді, суымызды құйып өлшеп алатын боламыз. Бізге қажетті грамм 210 грамм гипс қажет болады. 210 грамм гипсті салып аламыз. Осылай мен сияқты таразыларыңызға, весыларыңызға пакетке кесіп қойсаңыздар, тіптен жақсы болады. Су тиіп кететін болса, сізді қорғайтын болады. 210 грамм гипсімізді аламыз. Мінекей. Енді біз суымызды құятын боламыз. Весімізді удалить етіп тастаймыз. Енді қайтадан біз су құятын боламыз. Жақсылап араластырасыздар ғой. Бізге қажетті су мөлшері 120 грамм. Жақсылап араластырасыздар. Одан кейін қазір колерді қалай қосамыз, соны сіздерге көрсететін боламын. Гипс пен суды жақсылап араластырасыздар. Іртік-іртік болып қалуы мүмкін. Араластырып болдық. Енді колерімізді қосайық. Ашасыздар ғой, ашқаннан кейін көп құйылып кетпесін. Қарап тұрасыздар, таяқшаны былайынан ұстап, мінекей кішкене ғана осылай құясыздар да, и полный гипспен араластырмайсыздар. Тек қана таяқшаның көмегімен, жай ғана таяқшаның көмегімен қозғап қоясыздар. Бұл бізде осындай техника мрамор әдісі деп аталады. Осылай таяқшаның көмегімен осылай қозғап қоясыздар. Қалай қозғайсыздар, сіздерде сондай узор шығатын болады. Мінекей осылай қозғап болғаннан кейін молдтарыңыздың асты тегіс болсын, және де құясыздар осыны. Қорықпай кәдімгідей құя беріңіздер. Сіздерде қалай, вот мінекей қараңыздар, осылай құясыздар, асты тегіс болсын. Асы тегіс болмаса, онда бір жері дұрыс шықпай қалуы мүмкін, бір жері аз болып қалуы мүмкін да. Мінекей мен мына жерде кішкене қисық болып тұр, өйткені құйған кезде ар жағына қарай көбірек кетіп қалып тұр, көріп тұрсаңыздар. Осылай тегістеуге тырысамын. Мінекей қараңыздар. Асты тегіс болғанын қадағалайсыздар да, және сілкіп кішкене қолдарыңызбен шертіп жібересіздер. Соны қолдарыңызбен шерткен кезде, бүйтіп қозғаған кезде шариктар жарылады да, сонда шарик пайда болмайды. Мінекей осылай бір орында сіздер 20 минутқа қойып қоясыздар. 20-30 минут даже. Солай қойып қоясыздар. Мінекей. Енді біздің мыльницамыз дайын болды. Мінекей сіздерге көрсетейін. Қазір ашып осылай жаймен деп аласыздар. Гипске салмақ салмайсыздар. Міндетті түрде қаттырақ қатқан кезде алыңыздар. Жұмсақ болса сынып кетуі мүмкін. Осылай аласыздар. Мінекей біздің техникамыз. Вот, қараңыздар. Осындай эффект берген бізге мрамор техникасы. Яғни әр жерінде осындай эффект беріп тұрады. Көріп тұрсаңыздар. Мінекей біздің сабын салғышымыз осылай шықты. Наждакпен тегістеп, лак жақсаңыздар, бізде бұйымыз өте жалтырап әдемі болып көрінеді. Лакты бір күн кепкеннен кейін жағасыздар. Мінекей біздің жұмысымыз осылай болып шықты.